ешқандай серігі жоқ. Ол Алламен ант етемін, ол бізді жақсы көреді. Ақыры оны танып білу нығметін бізге беріп қойған екен, ондай болса ол бізді жақсы көреді. Бізді жақсы көреді. Ақыры намазда оның алдында тұру нығметін беріп, сыйымен сыйлап қойған екен, бізді жақсы көреді. Бізді жақсы көреді. Ақыры бізге оған сәжде жасау мейіріміне бөліп қойған екен, бізді жақсы көреді. Ол бізді жақсы көреді, өйткені бізді пайғамбарлардың және адамзаттың падишасы болған ең соңғы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уәсәләмнің үмметі қылып қойған. Ол бізді жақсы көреді. Бізді аяқ қолымызды сау қылып, әдемі пішін беріп, көрікті қылып жаратып қойған екен, ол бізді жақсы көреді. Бізді әке шешемен, бауыр туысқанмен, дос жаранмен, бала шағамен, немере шөберемен қоршап, бақытты қылып қойған екен, ол бізді жақсы көреді. 18 мың ғаламның иесі Алланың атымен ант етейін, ол бізді жақсы көреді. Алла тағала сені жақсы көретіндігін түсінген кезіңде, оған тиесілі махаббатпен жауап қайтаруың керек емес пе? Неге оған лайықты махаббатпен жауап қайтармайсың? Біздің жүректеріміз Аллаға деген махаббатқа толып кеткен болуы керек еді. Сенің жүрегіңді Аллаға деген махаббат жаулап алған кезде, ондағы қараңғылық пен жамандық атаулыны қуып шығатын еді. Және жүрегіңде одан өзге еш нәрсеге орын қалмайтын еді.